Еліміздегі іскер әйелдердің әлеуеті қандай? Бұл туралы жасыл экономиканы қолдау коалициясының басқарма төрайымы Салтанат Рақымбековамен тілдессек. Салтанат Темірғұлқызы, қайырлы таң. Бүгін біз ауылдағы кәсіпкер әйелдер туралы сөз қозғап жатырмыз. Жалпы ауылда кәсіптің көзін тапқан әйелдер көп, ісмер, шебер, қыз-келіншектер баршылық. Дегенмен ауылды жерде сашу оңай емес. Сондықтан оларға мемлекет тарапынан ерекше қолдау қажет сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Әлбетте қажет. Қазір ол көмек бар, бірақ ол көмектің көбейгені де өте дұрыс болар. Және де осындай кәсіп ашқан кезде несиесі молырақ, төлейтін пайызы кем болу керек. Және де жан-жақты мынандай білім де болу керек. Оны оқытатын жаңағындай оқу бағдарламалары да болу керек, әлбетте. Бүгінде ел аумағында бизнеске баулайтын оқыту курстары көп, оларға бюджеттен қыруар қаржы бөлінеді. Бұл қаншалықты пайдалы деп ойлайсыз? Ол өте маңызды деп ойлаймын, өйткені енді жұмыссыз отырған әйел кісілерге жұмысты бастады деген кезде әлбетте оларға жақсы оқулық бағдарламаларды ұсыну керек, әлбетте. Және де мынау бизнестің көзін ашқан кезде оған қандай сол ауылды жерде қандай бизнесті ашқан жөн болады екен, соған есеп қысабын өткізу олды өте маңызды. Енді қазіргі міне бүгін үлкен форумды ұйымдастырып отырмыз. Біздің форумға осы 14 облыстан 200 отыр. Осы делегаттармен біз кезінде 14 облыста мынау шілде айынан осы қазан айына дейін 14 облыстық форумдарды өткізіп, ол жақта да 250-300 әйел кісілер, ауылдық әйел кісілермен таныса отырып, олардың жаңағы бизнесін бастаймыз дегендер қаншасы болды ортасында. Бастағандар, былай пікір таласу, тәжірибе алмасу дегендер бәрін ұйымдастырған болатынбыз. Сол туралы міне керемет мынандай кітап шығардық. 100 біздің осы ауыл әйелдерінің тарихы деген кітап. Бұл жерде жаңағында өзіңіз айтып отырғандай жақсы бизнестің көздері өте тамаша көрсетіліп отыр. Бұл кітапты енді кейіпкерлердің өздері жазылған кітап деп айтуға болады. Орысша, қазақ тілінде, енді орысша бергендер орысшасын қалдырды, қазақ тілінде берілген. Соған орай бұл жерде ең түбін айтатын болсақ, бәрі де осындай жақсы оқу бағдарламалары әлбетте қажет екенін олардың бәрі де осы тарихтарында айтып отыр. Елімізде кәсіпкер әйелдерді қолдайтын бірқатар мемлекеттік бағдарламалар бар. Олар өз тиімділігін дәлелдей алды ма? Дәлелдеп келе жатыр деп айтуға болады. Оның жанына және де мынау жаңағы шетел қаражат институттары да осындай жақсы бағдарламаларды ұйымдастырып отыр. Оның ішінде мынау Европалық қайта құру банкі де жақсы бағдарлама әйел кісілерді бизнеске тарту. Және де мынау Атамекен біздің ұлттық палатаның да әйел кісілерге ұйымдастырып отқан жаңағы бағдарламаларды өте жақсы, тиімді, бірақ біз осы форумдарды өткізген кезде, мынау өздеріңіз білесіздер, биыл көп балалы аналарға қаладағы, ауылдағы 500 мың теңгелерден берілу ұсынған болатын грантқа. Бірақ соны алу үшін ауылдағы әйел кісілер бір жарым ай оқу керек болды. Сол кездегі бізге ауылдағы форумдарды өткізгенде ол кісілердің айтқаны, осы оқулық бағдарлама бір аптаға дейін жаңағындай бір апталық болатын болса, бірақ бізге қажет, керек жаңағындай консультация дейді ғой, сол қаржыға сол консультанттар бізге қандай кезде болса да телефонмен болсын, мынау басқа жаңағы жүйелермен де көмек көрсетілетін, біздің сұрақтарымызға жауап бере алатын жаңағындай колл-центр сияқты нәрселерді ұйымдастырылса, сол бізге өте тиімді болады деп айтып отыр. Соған орай мен сондай деп айтар едім. Сондай кіші грантқа ие болатын бағдарламаларға әлбетте де бір апталық ол дұрыс болар. Ол жерде жаңағы әйел кісілерге жаңағындай қандай бизнесті сол ауылды жерде ашуға болады көзін көрсетіп, және де олардың соған қарай жаңағы ой пікірін, мүмкіншілігін бұрып, бірге есебін өткізіп, соның бәрін бір аптаның ішінде негізі өткізуге болады. Бізде сондай бағдарламаларды өткізіп отырмыз. Біз мемлекетте өте жақсы аталған Coca-Cola белестері деген бағдарламамыз бар. Бізде ол жерде 2 күндік бағдарлама, бірақ 2 күнде жаңағындай әйел кісілермен кездесе отырып, олардың бизнес жобаларға тартып, сосын олармен біз өзіміз байланыста бола отырмыз. Сонда біздің курстардан өткеннен кейін, мысалы, жыл сайын 10 әйел кісі, жұмыссыз әйел кісілер ауылдағы, олар өздері бизнес жобасы біздің конкурсқа тапсыра отырып, жыл сайын $4000 жаңағы ауылды жерде бизнес ашуға біз өз
өз тарапымыздан сондай көмек ретінде ұсынып отырмыз. Сондай жақсы бағдарламамыз бар. Біздің де жаңағындай тәжірибеміз бар. Осындай ауылдағы әйел кісілерді қандай оқулық бағдарламаларға жаңағындай ұсынып, оларға қандай бағдарламалар арқылы олардың жаңағы мүмкіншілігін ашуға, осындай бизнеске деген құштарлығын байқауға, және де соны өзіне мойнына жаңағындай жауапкершілік алып бизнесті бастауға өзінің дайындығын бәрін көре отырып, сонда ғана жаңағындай осындай дайындық бағдарламалар арқылы бизнес жобаның бастауын тәуекел деп бастауға мүмкіншілікті сол кезде жаңағындай жауапкершілігін мойнына тартып өздерінің ұсыныстарын беріп отырған қанша азаматшалар бар. Солардың тәжірибесі де мынау кітапшада біз жақсылап көрсетіп отырмыз. Бұған жақсылап танысқандар да өте дұрыс болады деп ойлаймын. Салтанат Темірқұлқызы, өзіңіз де белсенді іскер әйелсіз, жалпы кәсіппен айналысамын деген қыз-келіншектерге қандай кеңес берер едіңіз? Қазіргі кезеңде мемлекетімізде өте жақсы бағдарламалар бар. Оның ішінде ауыл жерлердегі кәсіпті дамытуға да мүмкіншіліктер бар. Ауылға қазір көп көмек қарастырылып отыр. Кешегіні үкімет отырысында ауыл ел бесігі бағдарламасына 2007 жылға дейін 9 миллиард ақша бөлінсін. Ол жаңағы ауылдың инфрақұрылымына, инженерлік, әлеуметтік инфрақұрылымына берілсін деп сондай ұсыныс беріліп отыр. Инфрақұрылым дамитын болса, ауылдарымыз жақсылап деңгейі өсетін болса, ауылды жерде жаңағындай жақсы бизнес жобаларын ашып, және де органикалық деңгейдегі өнімдерді шығара отырып, қазіргі нарыққа нағыз керек осы органикалық өнімдерді шығарып, кәсібін ашқан дұрыс деп ойлар едім. Ол жаңағы ауыл шаруашылықпен айналысып, жеміс-жидекпен, балара деген жаңа тақырыпты біз ашып отырмыз. Өте көп осы форумның аясында да, дайындық арасында осы 4-5 айдың ішінде ауыл-ауылдар аралағанда біз әйел кісілерге, ауылдағы әйел кісілерге осындай бизнестің көзін ашып, осындай ауылды жердегі бизнесті ашу потенциалы өте зор екен айтып отырмыз. Енді осындай бір ауызды болып, осындай жақсы біздің үлкен көрсетіп отырған бағдарламамызға әйел кісілер белсенді қатысатын болса, үкімет тарапынан тиісті көмектерді сұрауға болады. Мысалы, несиенің болмасам гранттардың көлемін көбейтіп, өйткені әр облыста гранттық бағдарламалар да бар. Солардың бәріне жақсы сұраныс болу керек. Соның бәрін біздің осы форумның дайындаған кездегі байқағанымыз, біздің әйел кісілерден жалпы жұртшылықтан жақсы белсендік болу керек. Белсендік болған жерде жақсы дайындық бар кезде сондай үкімет тарапынан да басқа жақтан да көмек келетінін дәлелдеуге болады. Салтанат Темірқұлқызы, жауабыңызға рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған Жасыл экономиканы қолдау коалициясының басқарма төрайымы Салтанат Рақымбекова.